Қайырлы күн әріптестер. Номер 167 жалпы білім беретін мектептің авторлық бағдарламаларды тарату, заманауи тәсілдер мен құқықтық аспектілер тақырыбындағы қалалық әдістемелік вебинарға қош келіпсіздер. Вебинарымыздың мақсаты педагогтердің инновациялық педагогикалық тәжірибелерін зерделеу, құрастырған оқу әдістемелік материалдары мен бағдарламалары негізінде тәжірибелерін тарату. Бүгінгі вебинарда әріптестеріміз өз авторлық бағдарламаларын таратады. Күн тәртібінде бірінші, тіл мәдениет және қарым-қатынасын меңгерту арқылы оқушылардың коммуникативтік дағдыларын арттыру. Қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Сатып Ақмарал Сатбековна. Екінші, мәтін түрлері және стиль ерекшеліктерді қолдану қабілетін жетілдіру. Қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Шахаманова Күлбала Сидиқапарына. Үшінші, екі авторлық бағдарлама шешендік сөздер. Екіншісі, оқу сауаттылығын қалыптастыру. Қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Шұрмақова Балжан Ботановна. Төртінші, этимология и словообразование. Орыс тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Дутбаева Назгүл Биляловна. Бесінші, 20 ғасырдың екінші жартысындағы көші-қондық үдерістің демографияға әсері. Тарих пәнінің мұғалімі Бесенбинова Гүлшат Бекмұхамбетовна. Сонымен қатар әріптестеріне астындағы рефлексияға назар аударсаңыздар, әр әріптестің реті бойынша QR-кодтар берілген. Сол әріптестердің тыңдап отырып, QR-кодтар арқылы өз рефлексияларыңызды беріп отырсаңыздар, пікірлеріңізді жазып отырсаңыздар. Олар Padlet тақтасына, сіздердің жазған рефлексияларыңыз Padlet тақтасына түседі. Ал әріптестерге, енді сөз әріптестерге. Бірінші Сатып Ақмарал. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Мен Сатып Ақмарал Сатбекқызы, Алматы қаласы Алмалы ауданы номері 167 жалпы білім беретін мектептің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі, педагог зерттеуші. Менің авторлық бағдарламамның тақырыбы тіл мәдениеті және қарым-қатынасты меңгерту арқылы оқушылардың коммуникативтік дағдыларын арттыру. Бағдарлама 7 сыныпқа арналған. Бағдарламаның жалпы сипаты: тіл мәдениеті және қарым-қатынасты меңгерту арқылы оқушылардың коммуникативтік дағдыларын арттыру атты бағдарлама оқу жоспарының вариативті бөлігінің оқу бағдарламалары және элективті курстарды сараптамадан өткізу және оларды жаңартылған білім беру мазмұны аясында әдістемелік қамтамасыз ету туралы ереже Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі номері 319-3 білім заңына сәйкес әзірленді. Бағдарлама мазмұны аптасына 1 сағат, жылына 34 сағат берілген. Коммуникациялық кедергілер: адамдардың бір жағдайды түрліше қабылдауы тиімді коммуникация үшін үлкен кедергі болып табылады. Ең алдымен қарым-қатынастың екі жақты процесс екенін ұмытпау керек. Ақпаратты алу кезінде оқушылар төмендегідей кедергілерге тап болады: тыңдамау, естімей қалу, түсінбей қалу, дұрыс түсінбеу, естігенін асығыс талқылау. Осы кедергілерді ескере отырып, мен өз бағдарламамды құрастырдым. Бағдарлама ұлттық құндылықтарды зерделеу арқылы оқушылардың ұлттық санасын дамытуға арналған. Оқушылардың тілдік құзыреттілігін дамыта отырып, қазақ тілі мен әдебиетін құрметтеуді және кеңінен зерделеуді көздейді. Әр сабақта теориялық және практикалық материалдарды қамтып, оқушылардың тіл мен әдебиетке қызығушылығын арттыруға басымдық беріледі. Коммуникациясын арттыруға мүмкіндік береді. Бағдарлама жалпы білім беретін мектептегі қазақ тілі мен әдебиеті пәндері мұғалімдеріне арналған және талапқа сай әзірленген. Бағдарламаның мақсаты мен міндеттері: мақсаты оқушылардың тілдік құзыреттілігін дамыту арқылы қазақ тілі мен әдебиетіне құрметпен қарауды қалыптастыру, коммуникативтік дағдыларды жетілдіру. Міндеттері: ұлттық құндылықтарды насихаттау және сақтау, заманауи технологияларды қолдана отырып оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту, оқушылардың тарихи және мәдени санасын қалыптастыру, жеке тұлғалық және патриоттық тәрбие беру. Бағдарламаның өзектілігі: ұлттық құндылықтарды сақтау және насихаттау. Бағдарлама қазақ халқының мәдени және рухани мұрасын сақтап, оны жас ұрпаққа жеткізуді мақсат етеді. Тұлғалық және патриоттық тәрбие беру, оқушылардың патриоттық рухын көтеру, ұлттық мақтаныш сезімін тәрбиелеу және олардың жеке тұлға ретінде дамуына жағдай жасауға бағытталған.
Қазіргі заман талабына сай білім беру. Бағдарлама ақпараттық коммуникациялық технологияларды қолдану арқылы заманауи білім беру талаптарына сәйкес келеді. Бұл оқушылардың 20 ғасыр дағдыларын, соның ішінде цифрлық сауаттылықты дамытуға көмектеседі. Мәдениетті сақтау және дамыту. Қазақ тілінің байлығын, ұлттық өнер мен әдебиет мұрасын сақтай отырып, оны ұрпақ арасында насихаттау мен дамуға басымдық береді. Бағдарламада қолданылатын келесі әдіс-тәсіл түрлерімен таныстырып өтейін. Деңгейлеп оқыту тәсілі, іс-әрекеттік тәсіл, жеке тұлғаға бағытталған тәсіл, құндылыққа бағытталған тәсіл, коммуникативтік тәсіл. Жеке тұлғаға бағытталған тәсіл бұл қиындық дәрежесіне қарай, мұғалім тарапынан көмектің деңгейіне, танымдық қызығушылықтарына қарай ерекшеліктерін, деңгейлік тапсырмаларды қолдану. Жеке тұлғаға бағытталған тәсілдің мақсаты оқушылардың тұлғасын үйлесімді түрде қалыптастыру, оқу үдерісін дараландыру, жан-жақты дамыту. Құндылыққа бағытталған тәсіл қазақстандық патриотизм, азаматтық жауапкершілік, еңбек пен шығармашылық, өмір бойы білім алу, құрмет пен ынтымақтастық, ашықтық белгіленген. Іс-әрекеттік тәсіл оқушы білімді дайын түрде алмайды, оны белсенді танымдық іс-әрекет барысында өзі іздеп табады. Коммуникативтік тәсіл ойды жеткізу және өзара идеялармен бөлісу арқылы тілдік қатынас жасауды жүзеге асыру. Курс 5 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім тіл мәдениетті негіздері, екінші бөлім коммуникация негіздері, үшінші бөлім диалог және монолог құру, төртінші бөлім шығармашылық жазу және мазмұндау, бесінші бөлім заманауи коммуникация құралдары. Күтілетін нәтиже ұлттық сана мен патриотизмнің қалыптасуы, оқушылардың өз халқының мәдениеті мен тарихына құрмет арттыру, ұлттық сана сезімді қалыптастыру және патриоттық құндылықтарды нығайту. Шығармашылық және зерттеушілік дағдылардың дамуы, оқушылардың шығармашылық ойлау қабілеттерін дамыту, өз бетінше зерттеу жүргізу және аналитикалық талдау жасау қабілеттерін жетілдіру. Қазақ тіліне деген терең түсінік, қазақ тілінің байлығын, мәнін терең түсіну арқылы оның грамматикалық, лексикалық ерекшеліктерін меңгеру. Қазақ тілінде еркін сөйлеу және жазу, қарым-қатынас жасау қабілеттерін жетілдіру. Ұлттық мәдениет пен салт дәстүрлерді тілдік тұрғыдан насихаттау және күнделікті өмірде қолдану. Жеке тұлғалық даму, әр оқушының жеке ерекшеліктерін, қабілеттерін дамыту және оны өзін жетілдіруге қолдау көрсету. Сонымен қатар мұғалімдерге қолданылатын әдебиеттер тізімі берілген, оқушыларға арналған әдебиеттер тізімі берілген. Мен өзімнің сөзімді сөйлегенде жүйесін, қисынын келтіріп сөйлеу қандай керек болса, жазғанда сөздің кестесін келтіріп жазу керек деген ұлы ағартушы Ахмет Байтұрсыновтың сөзімен аяқтағым келеді. Назарларыңызға рахмет. Қайырлы күн, әріптестер. Алматы қаласы Алмалы ауданы 167-ші жалпы білім беретін мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Шахаманова Гүлбала Сейдақпаровна. Авторлық бағдарламаның тақырыбы мәтіннің түрлері және стильдік ерекшеліктерді қолдану, жетілдіру. Жетілдіру бағдарламасы. Бағдарламаның маңызы мен мақсаты, тілдің қоғамдағы рөлі, бағдарламаның негізгі мақсаты мен міндеттері. Бағдарламаның мақсаты тілдің түрлі стильдерін меңгерту, тілдік құралдарды орынды қолдану дағдыларын қалыптастыру. Тіл кез келген қоғамның басты құралы, ол адамдардың бір-бірімен қарым-қатынасын ұйымдастырады. Бағдарламаның міндеттері: бірінші, мәтіннің түрлері мен стильдерін таныстыру, екінші, стиль ерекшеліктерін ажырату және қолдану біліктілігін қалыптастыру, жазу, оқыту және талдау дағдыларын дамыту, әр түрлі мәтіндерді оқу арқылы тіл байлығын арттыру, мәтіндерді стильдік ерекшеліктеріне қарай құрастыруды үйрету. Бағдарламаның құрылымы мен мазмұны, тілдік стильдер мен мәтіннің түрлері. Бағдарламаның құрылымы мен мазмұны қазіргі білім беру талаптарына сай жасалған. Бағдарламаның бірінші кезеңінде
мәтіндер мен стильдер туралы жалпы түсінік беріледі. Бұл кезеңнің мақсаты оқушыларға мәтіндер мен стильдер туралы толық жан-жақты білім беру, олардың айырмашылықтарын түсінуге көмектесу. Тілдік стильдер және олардың ерекшеліктері: ауызекі сөйлеу, көркем әдебиет, ғылыми стиль, публицистикалық стиль, ресми іс-қағаздар стилі. Мәтіндердің түрлері олардың мазмұны мен мақсатына байланысты бірнеше топқа бөлінеді. Негізгі түрлері: әңгімелеу мәтіні, сипаттау мәтіні, пайымдау мәтіні. Белгілі бір оқиғаны бірінші жағдайды баяндау үшін қолданылады, уақыт мен оқиға барысы сақталады. Әңгіме, көркем шығарма, тарихи оқиғалар сипатталады әңгімелеу мәтінінде. Екінші, заттың, құбылыстың немесе адамның сипаттау үшін заттың түсі, формасы, көлемі, қасиеттері нақты беріледі. Үшінші, белгілі бір ойды дәлелдеу немесе түсіндіру үшін жазылады. Логикалық талдауларға, дәлелдерге негізделеді. Бағдарламаның жаңалықтарының бірі оқушыларға тек мәтін жазу емес, сонымен қатар шығармашылық тұрғыдан ойлауға, өздерінің ішкі дүниесін бейнелеуге мүмкіндік береді. Шығармашылық дағдыларды дамыту балаларға өз ойларын, көзқарастарын нақты әрі қызықты түрде жеткізуге мүмкіндік береді. Шығармашылық тапсырмалар оқушыларды әдеби жанрларды зерттеуге, түрлі стильдер мен мәтін түрлерін қолдануға шабыттандырады. Сыни ойлау дағдыларын дамыту бағдарлама ойлауға үйретуге бағытталған. Мәтіндерді талдай отырып, олардың стилін, құрылымын, мазмұнын бағалауды үйренеді. Бұл дағдылар болашақта олардың ғылыми жұмыстар мен зерттеулер жүргізуіне, күрделі мәселелерді шешуіне, өз пікірлерін негіздеуге және дәлелдеуге көмектеседі. Мәтіндер мен стильдің ерекшеліктерді қолдану қабілетін жетілдіру 9-шы сынып оқушылар үшін өте маңызды және өзекті тақырыпты қамтиды. Ол оқушылардың тілдік дағдыларын дамытуға, шығармашылық қабілеттерін жетілдіруге, сыни ойлау дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. Бағдарламаның құрылымы мен мазмұны қазіргі білім беру жүйесінің талаптарына толықтай сәйкес келеді. Оқушылар тек тілдік біліммен ғана емес, сондай-ақ шығармашылық және сыни тұрғыдан ойлау дағдыларымен қаруланатын болады. Қорытынды: мәтіндер мен стильдің ерекшеліктерді қолдану қабілеттерін жетілдіру бағдарламасы 9-шы сынып оқушылары үшін өте тиімді және өзекті. Тілдік дағдыларды дамытумен қатар шығармашылық пен сыни ойлау қабілеттерін жетілдіруге бағытталған. Сонымен қатар бұл бағдарлама қазіргі білім беру талаптарына толықтай сай келеді және оқушылардың мектепте ғана емес, болашақ өмірінде де тиімді қарым-қатынас жасауына көмектеседі. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Шормақова Балжан Ботанқызы. Менде екі авторлық бағдарлама. Біріншісі шешендік сөздер тақырыбындағы авторлық бағдарлама, ал екіншісі оқу сауаттылығын қалыптастыру тақырыбындағы әдістемелік нұсқаулық. Енді екеуіне жеке-жеке тоқталсам, шешендік сөздер авторлық бағдарламасы 7-ші сынып оқушыларына арналған, аптасына 1 сағат, барлығы 34 сағат. Шешендік сөздер курсының бағдарламасы жалпы білім беретін мектептердің 7-ші сыныбына арналып жасалды. Шешендік сөз өнері мектеп қабырғасындағы оқушының көптеген ғылымдармен, атап айтар болсақ, философия, психология, лингвистика, логика, тағы басқа ғылымдармен тығыз байланыста болуын, оқушының сөйлеу дағдысын қалыптастырады. Функционалдық сауаттылығын, тіл байлығын арттырады. Әртүрлі сөз мәтіндерін құруды меңгертеді. Әдебиет теориясына, халық ауыз әдебиетіне, тіл мәдениетіне, әдебиет пәніне деген қызығушылығын арттырады және оқушылардың дұрыс сөйлеуін дамытып, түрлі жанрларда жұмыс істеуге дағдыландырады. Ұлттық құндылығымызды бағалауды үйретеді. Сахналық қойылым қоюға жаттықтыру, жеке тұлғаның өзін-өзі тануына жол ашу, сөз қолданыс мәдениетін қалыптастыруына және оны өмірде қолдана алуына көмегін тигізеді. Мақсаты: шешендік сөз ұғымын оқушы санасына жеткізу. Шешендік сөз халқымыздың өмір сүрген ортасы, тұрмыс тіршілігі, ой елегінен өткізген ұрпақ санасына сіңімді, теңдесі жоқ көркем сөз қазынасы екенін ұғындыру. Сөз ергелері жайында бұрын білетінін еске түсіріп, түсініктерін кеңейту. Заманауи әдіс тәсілдер арқылы оқушының сөйлеу дағдысын қалыптастырып, функционалдық сауаттылығын, тіл байлығын арттыру, сахна мәдениетін қалыптастыру, актерлік шеберлікке баулу. Міндеттері: шешендік сөз өнерін үйрету, шешендік сөздердің нақышына келтіріп айта білу,
шығармашылық жұмыста көркемдегіш құралдарды кеңінен пайдалану, сөздік қорын байыту, сөз қолданыс мәдениетін қалыптастыру, сыныптан оқу, ізденіс, зерттеу жұмыстарына көбірек мән беру, шешенге қойылатын үш талапты нені айтуды, қайда айтуды, қалай айтуды үйрету. Оқушылардың білім мен білік дағдыларына қойылатын басты талаптар: оқудың негізгі түрлері: сөздерді, сөйлемді тұтас оқу, шапшаң оқу, пайымдап оқу. Әртүрлі мәтіндердегі сөздің мәнін түсініп, өзіндік пікірін, болжамын, ой тұжырымын өзіндік сөз өрнегімен жеткізе білуге үйрету. Актерлік өнерге бейімдеп, сахналық қойылым түрін қоюға жаттықтыру. Жеке тұлғаның өзін-өзі тануына жол ашу. Бағдарламаның өзектілігі: оқушылардың теориялық білімдерін практикалық тұрғыда қолдануымен бірге, алған білімдерін өмірде қолдана алады. Бұл жұмыстың жаңашылдығы халқымыздың даналығының үлгісі шешендік сөздер, ғасырлар бойы халық сынынан ерекшеленіп өткен құнды мұра, асыл қазына. Ұлы жазушы Мұхтар Әуезов: ел боламын десең, бесігіңді түзе дейді. Ал бесіктен басталатын тәрбиенің бірден бірі халық ауыз әдебиеті. Осы сөз өнерінің кең қанат жайып, орнығып дамуына тапқырлық пен шешендіктің келер ұрпақтың бойына жаңартылған білім мазмұны негізіндегі әдіс тәсілдерді қолдана отырып, ойната отырып ойлай білуге, сөйлете отырып, сөз қолданысы мәдениетін қалыптастыру, шешен сөйлеуге бейімдеу. Күтілетін нәтижелер: оқушылар алған білімдерін өмірде кез келген жағдайда, әлеуметтік ортада қолдана алуға үйренеді. Ауызекі және жазба тілде байланыстырып сөйлеуін, ойын еркін жеткізу, сауатты да мәнді жаза білуін дамытады. Әлеуметтік мәдени дағдылары қалыптасады. Ақпараттық технологияларды қолдану және мәселелердің шешімін таба алуға үйренеді. Тіл мәдениетін меңгерген, коммуникативтік біліктілігі артқан, логикалық ойлауы өз деңгейіне сәйкес дамыған оқушы қалыптасады. Мәнерлеп оқуға машықтанады. Оқушылардың бойына ізгілік пен имандылық, адалдық пен мейірімділік сияқты адамгершілік қасиеттер дариды. Назарларыңызға рахмет. Ал енді екінші бағдарламаға тоқталсам, оқу сауаттылығын қалыптастыру 9 сынып оқушыларына арналған аптасына 1 сағат, барлығы 34 сағат. Қазіргі жаңартылған білім мазмұнында оқушылардың оқу сауаттылығын арттыру мәселесі алдыңғы орында тұр. Неге десек, білім мазмұнының өзі жаттанды білімнен өмірлік жағдаяттарда қолдана алуына бейімделген. Ал бұл жерде ең алдымен оқушының оқу сауаттылық деңгейі жоғары болуы керек. Оқу сауаттылығы дегеніміз не? Ол функционалдық сауаттылықтың бір бөлігі. Яғни, оқушы түрлі танымдық мәтіндермен жұмыс жасай отырып, негізгі сауаттылық білімін, көзқарасын, құзыреттілігін қалыптастырады. Білім алушылар мәтін талдай отырып, негізгі дағдыны қалыптастырып қана қоймайды, талқылауға, пікір айтуға, көзқарасын білдіруге, тұжырым жасауға, салыстыруға дағдыланады. Қоғамдағы түрлі жағдаяттарға деген өзіндік пікірі қалыптасады, шешім шығара алады. Мақсаты: әртүрлі жанрдағы, құрылымдағы мәтіндерді сауатты оқу, қабылдай алу, оқылымның ішкі дағдыларын меңгертіп, оқу, жазу сауаттылығы қалыптасқан тұлға тәрбиелеу. Міндеттері: мәтіндегі ақпараттарды іріктеу, мәтін түрлерін талдау, сұрыптау, мәтін мазмұнын түйінін ашу, мәтін бөліктерімен жұмыс, мәтіндегі көтерілген мәселелерді анықтау, көтерілген мәселелерге өзіндік көзқарасын білдіру, мәтіннің танымдық сипатын ашу, үлгі алу, мәтіндегі негізгі және қосымша ақпараттарды анықтау, мәтіннің өмірмен байланысын ашу. Бұл жұмыстың өзектілігі білім алушылардың әртүрлі мәтіндердегі ақпараттарды түсіну және оларға рефлексия жасау қабілетімен пәндік дағдылардан алған білімін өмірлік жағдаяттарға қолдана алуын көздейді. Балалардың бойында қалыптасатын дағдылар: ішкі және дауыстап оқу дағдысы, мәтінді оқу түрлерін меңгеру, мәтіннің астарлы ойын анықтай алу, мәтіндегі ойды болжай білу, ғалам туралы білім түсініктері кеңейіп, таным ойлау қабілеттері артады. Тәрбиелік мәніне келетін болсам, мәтін талдау арқылы түрлі құндылықтармен танысады, ой өрісі, көзқарасы қалыптасады. Өз-өзіне деген сенімділік, мақсат пайда болады. Ұжымда қарым-қатынас жасау мәдениеті дамиды.
Оқушы біліміне қойылатын талаптар, курстың бірінші мақсаты мен міндеттерін түсіну, екінші оқу сауаттылық дағдыларын көтеру, үшінші әртүрлі жанрдағы мәтіндерді талдау, оқылым стратегияларын тиімді қолдану, төртінші көркем шығарма оқу. Бұл жұмыстан күтілетін нәтиже оқушылар мәтін түрлерімен жүйелі жұмыс жасай алады, мәтін түйін нөмірмен байланыстыра алады, мәтіндегі қосымша негізгі ақпарат көздерін ажырата алады, оқушылардың танымдық деңгейі артады, өзіндік көзқарасы қалыптасады, сөздік қоры, сөз саптауы жоғарылайды. Бағдарламаны оқудағы қойылған мақсатқа жету әдістері: бірінші, білім алушылардың іштей дауыстап оқу дағдысын жоғарылату. Екінші, білім алушылардың жас ерекшелігі мен психикасына сай мәтіндер таңдап алу. Үшінші, мәтін талдауда оқылымның ішкі дағдылары мен стратегияларын қолдану. Төртінші, білім алушыларға жеке, жұптық, топтық жұмыстарды ұсыну. Бесінші, түрлі жанрдағы тұтас емес мультимедиалық мәтіндермен жұмыс жүргізу. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я учительница русского языка и литературы общеобразовательной школы номер 167 города Алматы. Представляю вам программу элективного курса по теме «Этимология и словообразование» для учащихся 9 классов, которая рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю. Эта программа направлена на освоение структуры языка, истории происхождения слов и механизмов их образования. Она разработана с учетом современных методик преподавания и адаптирована к различным уровням подготовки учащихся. Актуальность программы – это изучение этимологии и словообразования является важным аспектом языковой подготовки учащихся, поскольку оно способствует не только повышению общей языковой грамотности, но и углубленному пониманию языка как культурного явления. В условиях глобализации и активного взаимодействия языков и культур учащиеся все чаще сталкиваются с заимствованными словами, новыми терминами и сложными лексическими единицами, что делает необходимым их умение разбираться в происхождении и структуре слов. Целью программы является формирование у учащихся глубоких знаний о происхождении слов русского языка и их словообразовательных связях. Программа направлена на развитие умений анализировать словообразовательную структуру слов, понимать их этимологию и использовать полученные знания для расширения словарного запаса и повышения языковой грамотности. Основные задачи программы – это первое – ознакомление учащихся с основными этапами развития русского языка и источниками заимствования слов. Второе – это формирование навыков анализа словообразовательных моделей и морфемной структуры слов. Третье – это развитие умения объяснять значение слов на основе их этимологии. Четвертое – расширение словарного запаса учащихся через изучение корней, суффиксов, префиксов и других морфем, стимулирование интереса к изучению истории языка и его эволюции. Новизна программы. Программа «Этимология и словообразование» для 9 класса представляет собой уникальный образовательный продукт, отличающийся интеграцией традиционных и инновационных подходов к изучению русского языка. Ее новизна проявляется в следующих аспектах. Первое – это комплексный подход к изучению языка. Второе – это интеграция цифровых образовательных ресурсов. Третье – это проектно-исследовательская деятельность. Четвертое – это практическая направленность. Пятое – это учет междисциплинарных связей. Шестое – это адаптивность к потребностям учащихся. Программа учитывает уровень подготовки и интересы учащихся, предлагая дифференцированные задания и возможность выбора тем для исследования. Это делает обучение более персонализированным и позволяет учащимся глубже погружаться в те аспекты темы, которые им наиболее интересны.
Таким образом, новизна программы заключается в ее комплексном и инновационном подходе к изучению этимологии словообразования, что способствует всестороннему развитию языковой компетентности учащихся, повышает их интерес к предмету и готовит их к более глубокому пониманию языка в будущем. Это ожидаемые результаты. Ожидаемые результаты освоят основные принципы этимологии словообразования, научатся анализировать слова с точки зрения их происхождения и структуры, смогут объяснять значение слов через понимание их морфемного состава и этимологии, расширят свой словарный запас и повысят общую языковую грамотность, получат навыки, необходимые для дальнейшего углубленного изучения русского языка и других филологических дисциплин. Спасибо за внимание. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Мен 166-ші жалпы білім беретін мектептің тарих пәні мұғалімі Бейсенбекова Гүлшат Бекмұхамбетқызы. Менің бағдарламамның тақырыбы 20 ғасырдың екінші жартысындағы көші-қондық үдерістің демографиялық әсері. Бағдарламаның мақсаты 20 ғасырдың екінші жартысындағы көші-қонның демографиялық процестерге, оның ішіндегі халықтың құрылымы мен таралуына қалай әсер еткенін зерттеу, көші-қондық саясаттың әлеуметтік және экономикалық салдарын талқылау, бағдарлама барысында оқушыларға көші-қонның түрлері, себептері және оның нәтижелері туралы терең білім беру. Бағдарламаның міндеттері: 20 ғасырдың екінші жартысындағы көші-қонның негізгі түрлері мен бағыттарын анықтау, көші-қонның әлеуметтік, экономикалық және саяси салаларын зерттеу, демографиялық өзгерістердің көші-қон үдерістерімен байланысын талдау, Қазақстандағы және әлемдегі көші-қон процестерінің ерекшеліктерін қарастыру, көші-қон саясатының қоғамдық өмірге әсерін зерттеу. Бағдарлама негізі 9-шы сыныптарға арналған. Бағдарлама 5 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім кіріспе. Бұнда көші-қонның түсінігі, көші-қонның тарихы, көші-қонның демографияға әсер туралы мағлұматтар алады. Екінші бөлім көші-қонның түрлері мен себептері. Бұнда ішкі және сыртқы көші-қон, экономикалық, саяси, экологиялық себептерін және көші-қонның жаһандану туралы мәлімет беріледі. Үшінші бөлім 20 ғасырдың екінші жартысындағы көші-қондық үдерістердің нәтижелері. Бұнда демографиялық өзгерістердің халықтың жастық құрылымы, этникалық құрылымы, урбанизация деңгейі туралы және экономикалық, әлеуметтік жағдай, урбанизация мен индустриализацияның көші-қонымен байланысы туралы мағлұмат алады. Төртінші бөлім бұл көші-қон және Қазақстанның демографиялық жағдайы. Бұнда Қазақстанға көшіп келген көші-қонның әсері, көші-қонның ұлттық құрамы мен мәдениетке әсері, Қазақстанда көші-қонның заманауи ерекшеліктері туралы мәселелер қарастырылған. Бесінші бөлім қорытынды 20 ғасырдың екінші жартысындағы көші-қон үдерістерінің жалпы тенденциялары, қазіргі кезде көші-қонның әлеуметтік экономикалық мәселелері және көші-қонның демографиялық болашағы туралы мәселелер қарастырылған. Жалпы осы бағдарламаны іске асыруда қолданылатын әдістер: статистикалық деректерді талдау. Бұнда көші-қонның демографиялық әсерін сандық көрсеткіштер арқылы зерттеу, картографиялық әдістер, көші-қон бағыттарын, үлгілерін және концентрацияларын көрсету үшін карталар қолдану, құжаттық зерттеу, көші-қонды реттейтін заңнамалық құжаттар мен саясаттарды зерттеу, сауалнама әдісі, мигранттардың өмір сүру жағдайы мен әлеуметтік бейімделу деңгейін анықтау, салыстырмалы талдау, түрлі елдер мен өңірдегі көші-қон демографиялық өзгерістерін салыстыру. Енді жалпы осы бағдарламаның нәтижесіне келетін болсақ, білім беру нәтижелері. Оқушылардың көші-қон демографиялық... Ой, мен қайда кетіп қалдым? Бір жақ слайдым қайда кетіп қалдым? Міне. Мен қалай етем? Етіп қалдым. Мына жерде білген басшым. Нәтиже, міне, слайдым.
Слайд мында тұр, запустить демонстрация басам ба? Басылмай тұр. Демонстрация қосылып тұр слайд. Менде көрінбей қалды. Ага, болды. Жаңағы бәріне көрінсе деп айтып. Ручканы басқанда шығып. Ручканы басып, ручканы ашқан Бағдарламаның нәтижесі, білім беру нәтижелері, оқушылардың көші-қон үдерісінің демографияға және әлеуметтік салдарын терең түсінеді, көші-қон саясатының нәтижелерін бағалай алатын болады, Қазақстанның этникалық және ұлттық құрамының өзгеруі толық мәлімет алады. Қолдану нәтижелерінде оқушылар көші-қон үдерісінің әлеуметтік және экономикалық әсерлерін өз елінің жағдайына сәйкес бағалай алады, көші-қондық саясатының болашақта даму бағыттарын болжайды. Жеке дағдыларында зерттеу жұмыстары мен статистикалық деректерді талдау дағдылары дамиды және біріктіру қабілеті артады. Жалпы қорыта келе, бағдарлама оқушыларға 20 ғасырдың екінші жартысындағы көші-қонның демографияға, қоғамға және экономикаға тигізген әсерін жан-жақты талдауға мүмкіндік береді. Бұл көші-қон мәселелермен оларды шешу жолдарын түсінуге және қазіргі кездегі көші-қонның үрдістерін бағалауға көмектеседі. Жақсы, менің бағдарламам жалпы осылай. Тыңдап, назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Мен Алматы қаласы Алмалы ауданы номері 167 жалпы білім беретін мектептің информатика пәні мұғалімі Намазбаева Нұрсұлу Анарбаевна. Менің авторлық бағдарламамның тақырыбы Paygame графиктік анимация ортасы. Paygame графиктік анимация ортасы элективті курсы бағдарламасының мазмұнын ұйымдастыру бойынша оқу жүктемесінің көлемі 8 сыныпта аптасына 1 сағат, оқу жылында 34 сағатты құрайды. Курс бағдарламасында оқушылардың бойында қалыптастыру қажет рухани құндылықтар, бұл шығармашылыққа, сын тұрғысынан ойлауға, коммуникативті қабілеттерін арттыруға, өзгелердің мәдени және көзқарастарына құрметпен қарауға, жауапкершілікке, достыққа және өмір бойы білім алуға дайын болуға баулиды. Мақсаты, бағдарламамның мақсаты оқушыларға Python бағдарламалаудың негізгі принциптерін меңгертуде Paygame кітапханасын пайдаланып, графикалық кескіндер мен анимация жасауды үйрету. Бағдарламаның міндетіне тоқталып өтсем, оқушылардың Python бағдарламалаудың негізгі принциптерін тану, соның негізінде программалау ортасын зерттеу, графикалық кескіндер мен анимация жасау, программаларына қатысты өзекті мәселелерді айқындау. Paygame кітапханасын пайдалану принципін түсіну үшін оқытудың тиімді әдіс тәсілдері мен шығармашылық тапсырмалар жүйесін жасау. Оқушылардың логикалық ойлау қабілеттерін арттыру негізінде программалауға қажетті білім-білік дағдыларды қалыптастыру. Практикалық есептерді шешуде нақты жағдайларда бар білім мен тәжірибелік қабілеттерін қалыптастыруды оқытудың тиімді стратегиялары арқылы ұйымдастыру. Академиялық тілде сөйлеу машығын қалыптастыру. Сабақ үлгілерінің жүйесінің тиімділігін эксперимент арқылы дәлелдеу. Бағдарламаның өзектілігіне тоқталып өтетін болсам, бұл 8 сыныпта оқыту ақыл-ой әрекетінің негізін қалыптастырады. Қазіргі уақытта жасөспірімдер мен балалар компьютер экранының алдында отырып, түрлі ойындар ойнайды. Соның салдарынан олардың есте сақтау қабілеті нашарлайды. Сондықтан мен есте сақтауды жақсарту үшін ойын программасындағы графиктік анимациялардың программаларын құру мен орындатуды өзекті деп санаймын. Python бағдарламалау тілінің Paygame кітапханасын пайдаланып, графиктік анимацияның программасын құру алгоритмін нақты түсіну, сонымен қатар Python мүмкіндіктерімен және оның Paygame кітапханасымен тәжірибелік дағды қалыптасуында. Енді осы бағдарламадан күтілетін нәтижелерге тоқталсам, біріншіден баланың логикалық ойын дамытады, Paygame кітапханасын қолданады, модельдеу және түсіну тәсіл ретінде қабылдау қабілеті дамиды.
нысандарды орналастыру, қозғалту, анимациялау алгоритмдерін қолданып геометриялық тапсырмаларды орындайды. Сыни ойлау мен шығармашылық қабілеттері дамиды. Басқа пәндерді зерделеуде және күнделікті өмірде алгоритмдік білім мен дағдыларды пайдалану тәсілдерін үйренеді. Оқушының тұлғалық бағытын белсенді позицияға бағыттап, құрылымдық бағалау мен нақтылы бағалаулар арқылы оқушының еңбегін анықтайды. Тұлғаны өзіндік жауапкершілікке, тұғырлы нәтижеге бағытқа жеткізе отырып, әртүрлі жұмыстардан алған бағаларды дифференциалдауға болады. Білім алушылардың дайындық деңгейі мен өсу динамикасын кез келген кезеңде анықтау үшін, мысалы үшін өздік жұмыс алғанда, күнделікті баға қойылғанда, үй жұмысы тағы басқаларда оқушының бағалау жүйесіне толық қанағаттануын аламыз. Коммуникативтік және әлеуметтік дағдылары дамиды. Командада жұмыс істей білуі, көзқарасын білдіруі, басқа адамдардың пікірін құрметтеуге, көшбасшылық қасиеттерін көрсетеді. Өз жұмысын жазбаша және ауызша түрде ұсыну дағдылары қалыптасады. Сонымен қатар ақпаратты іздеу, іріктеу, өз уақытын басқару және өзін-өзі реттеу дағдылары дамиды. Жаңағы осы PyGame программасында осы терезе өлшемдерін орнатады, ойын терезесін шығарады, ойынға суретті жүктейді, жүктелген объектілер үшін түсті қолданады, RGB түс схемасын қолданады, объектінің орналасу координаталарын анықтайды, объектіні экранға шығарады. Осылай бұның өте мүмкіндігі көп. Осы жерде барлығын мен жазып қойдым. Сонымен бірге осы дағды қалыптастыру ең бастысы баланың бойында. Яғни қандай дағдылар? Сын тұрғысынан ойлай білуге, білімді шығармашылық тұрғысынан қабылдау қабілетін, мәселелерді шешу қабілеті, ғылыми зерттеу дағдыларын, коммуникативтік дағдылар, оның ішінде тілді қоса алғанда, және топпен жұмыс жасай алу қабілеті, акты және программалар саласындағы дағдылар ескеріліп, пән бойынша білім деңгейі мен жаңағы дағды құзыреттіліктер қарастырылады. Аталған құндылықтар мен дағдылар бағдарламада белгіленіп, жаңағы осы бағдарлама жоспарының негізі болып табылады. Бұл бағдарламаның негізгі басымдықтары оқушы тәжірибелік жұмыстар арқылы алған білімдерін бекітіп отырады. Жеңіл программалаудан анағұрлым күрделі программалауға қисынды жолмен ауысуды жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Оқушыларға бұрын алған білімін оқу мақсатына жетуде жетістіктерге қол жеткізу үшін тәжірибеде қолдану ұсынылады. Ендеше осы тұрақтылау негізгі мазмұндық бөлімі 7 бөлімнен тұрады. Оның барлығын мен мына жерге жасап көрсетіп қойдым. Оны енді оқып көруге болады. Мінекей осындай бағдарлама жасадым. Тыңдағандарыңызға рахмет. 67 жалпы білім беретін мектептің география пәнінің мұғалімі Мұхабаева Айхан Сманқызы. Менің негізгі бүгінгі алып отырған авторлық бағдарламамның негізгі тақырыбы дүниежүзілік энергетика және саясат. Енді осы бағдарламама жалпы түсінік беріп өтейін. Дүниежүзілік энергетика және саясат курсы аптасына 2 сағатқа 11 сынып оқушыларына негізделіп жасалған. Курсты оқыту барысында оқушылардың географиялық кеңістіктің барлық деңгейінде ғаламдық проблемаларды шешуге бағытталған. Географиялық біліктілік дағдыларын қалыптастыруға жағдай жасай отырып, тақырыптық, топографиялық, жалпы географиялық, атыс, кескін карталармен жасай отырып, практикалық номенклатуралар мен әдістемелік қатта көрсетілгендей арнайы веб ресурстармен, қосымша әдебиеттермен жұмыстар жасай алады. Дүниежүзілік энергетика және саясат курсының мазмұны қазіргі таңдағы адамзат алдында тұрған өзекті мәселелердің бірі болып саналады. Енді осы бағдарламамның негізгі мақсаты оқушыларға дүниежүзілік энергетика, саясат, энергетиканың басты және балама түрлерімен таныстыру. Екінші, энергетикалық және минералды шикізат түрлерінің маңыздылығын түсіндіру. Үшінші, энергетикалық мәселенің туындау себептерін анықтау. Бағдарламаның негізгі міндеті
оқушылардың географияға, оның ішінде саясатқа деген қызығушылықтарын арттыра отырып, өз беттерінше веб ресурстар мен ғаламдық мәселелерді шешумен әсер ететін факторларды анықтайды. Балама энергетикалық ресурстар тапшылықтарын жою жолдарын ұсынады. Курстың мазмұны курс 3 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімде оқушылар энергетикалық ресурстардың түрлері және олардың өлшемдері, жанатын пайдалы қазбалардың түрлері, Қазақстанда және дүние жүзінде таралуы жайлы түсінік қалыптасады. Екінші бөлімде өңдеуші өнеркәсіп салаларына жалпы сипаттама бере отырып, олардың таралу аймақтарын, орналасуының басты себептерін анықтап, болжамдар жасайды. Үшінші бөлімде еліміздің энергетикасын оқу барысында оқушылар энергияның түрлерімен танысады. Энергетика жайында жалпылама түсінік қалыптасады. Оның әлемдік, аймақтық, жергілікті деңгейдегі проблемасымен танысатын болады. Ал енді қазіргі таңда жалпы жастарымыздың мамандық таңдауға келгенде мамандыққа бағыт беріп отыру, бұл біздің ұстаздық міндетіміз деп есептеймін. Осыған байланысты мемлекетіміздің заманауи даму барысында әлемдік саясатта өз орнын алатын жастарымыздың қажет екені қазіргі таңда белгілі. Олай болатын болса, мектеп жасында әлемдегі жағдаяттарды толық түсініп, және де көбеюінің алдын алу үшін сауатты мамандар дайындау мектеп алдындағы негізгі мақсатымыз. Осы курсты пайдалана отырып, сұраныс туғызатын кез келген мамандыққа алған білімдерін қолданысқа енгізе алады деп есептеймін. Енді бұдан күтілетін нәтиже: оқушылар саяси сауаттылықты дамыту, есептеуге арналған практикалық жұмыстарды орындау, карталар мен сызбалармен, кестелерменен, графиктерменен, іздену жұмыстарын, диаграммалармен жұмыс істеуді үйренеді. Жер бетінде таралған ресурстарды игеру, өңдеу, өндіру, тасымалдау туралы ақпараттар алады. Саясат түрлерін ажыратып, оның қоғамға әкелетін тиімді және тиімсіз жақтарын болжай алады. Енді мына жерде слайдтарымда қысқа нұсқа көрсетіп кетейін. Әрине енді география пәні мұғалімдері қатысып отырғандықтан сіздер біліп отырсыздар. Бұнда енді әрине қазба орындарына сұраныстар, бұдан кейін жаңартылған энергияның көздерін пайдалану және оны іске асыру, энергияның тиімді пайдалану жолдары. Ары қарай енді энергетикалық қауіпсіздік және геосаясат, ресурстарға қол жеткізу, тасымалдау жолдары және санкциялар. Энергетикалық қауіпсіздік геосаясаттың маңызды бір бөлігі болып табылады. Және бұлардың дүниежүзілік елдеріндегі сыртқы елдердің арасында сыртқы саясатқа әсерін тигізеді. Енді энергетикалық саясат және ұйымдар. Енді бұған әрине бірінші ОПЕК сияқты мүше дүниежүзіндегі мұнай өндіретін елдер және осындағы ұйымдар, Париж келісімдері, халықаралық энергетикалық агенттік мақсаты менен қызметі энергетикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету деп бағытталған. Ары қарай энергетикалық транзия және даму. Енді бұл жерде көміртегі бейтараптыққа жету жолдары, стратегиялар мен технологияларды қамтиды. Бұл жаңартылған энергия көздерін дамыту және энергияның тиімділігін арттырады. Бұдан кейінгі қазіргі таңдағы ең басты мәселелердің бірі жасыл экономика. Жасыл экономикаға көшудің әлеуметтік экономикалық аспекттері жұмыс орындарын құруда және инвестиция тартуды қамтиды. Онан кейін барып енді соң Қазақстан энергетикалық саясаты қазіргі таңдағы ең құнды мәселелердің бірі. Осыған байланысты Қазақстан энергетикалық саясаты жөнінде қазіргі таңда енді мемлекетіміздің президентінің Қазақстанда атом электр станциясын салу жөнінде үлкен бастама көтеріп жатыр. Осыған байланысты елімізде 24 жылы референдум өтті. Жалпы менің элективті курсым 7-ші сыныпқа арналған, 34 сағат аптасына бір рет болады. Жалпы менің курсымның өзектілігі, бұл курсқа не үшін тоқтадым? Менің жалпы үшті технологиясына тоқтау себебім осы зердеге үшті принтері
Үшті принтер болашақ технологиясы атты тақырыпта өзімнің шәкіртім, жалпы өзінің қазіргі кездегі үшті технологиясы және де робототехникаға жас буынның өте қызығушылығы артып, және де осы технология қазіргі кезде сұранысқа ие болғандықтан осы элективті курс осы тақырыпқа тоқтау себебім. Бұл курстың өзектілігі жалпы жасөспірімдердің, оқушылардың жасөспірім шақтағы әлемнің тұтас бейнесін қалыптастыруға ықпал ететін және де іс-әрекеттерін өзгерту үшін әлемдегі өз орнын анықтауға мүмкіндік береді. Яғни қазіргі кезде кеңістіктік қиял қабілеті өте маңызды болып табылады. Жалпы кез келген қабілет сияқты кеңістіктік қиялды адам практикалық жаттығулар арқылы жақсарта алады. Және де жалпы үшті модельдеуді меңгеру тиісті дағдыларды игеруге ықпал етеді. Бұл курс үшті қаламмен және де үшті модельдеудің қарапайым әдістерімен зерттеуге арналған. Курстың мақсаты білім алушыларға, яғни оқушылардың кеңістік модельдер құру саласында зияткерлік және практикалық құзыреттіліктерді қалыптастыру және дамыту болып табылады. Және де үшті технологиясымен танысу, оны үйрену, үшті қаламмен сурет салу техникасын меңгеруге, олардың объектілерін құрастыру және құрастыру тәсілдерін меңгеруге үйрену, және де білім алушылардың жеке дамуы, өзінің кәсіби өзін-өзін анықтауы, шығармашылық еңбегі үшін қажетті жағдайларды қамтамасыз ету болып табылады. Курстың жаңалығы қазіргі кезде әлемде үшті графикамен жұмыс істеу және де компьютерді қолдану ең танымал бағыттардың бірі болып табылады. Бұл жұмысты тек кәсіби суретшілер, дизайнерлер және де сәулетшілер ғана емес, қазіргі кезде біз үшті өлшеммен кескінмен ешкімді таңғалдыра алмаймыз, бірақ заманауи жабдықта үшті модельдерін басып шығару және оларды әртүрлі салаларда қолдану қазіргі кездегі жаңа басты мәселе болып табылады. Оқытудың негізгі әдістері, яғни жоба әдісі, оқушының зерттеу, шығармашылық қабілеттерін дамытуға мүмкіндік береді. Және де монологиялық, диалогтық оқыту, түсіндірме, ақпараттық хабарлау және де ілімдер ішінара іздеу, орындау. Тәрбие бойынша сенім, жаттығу жеке мысал болып табылады. Күтілетін нәтижелер элективті курс бойынша білім алушылардың әмбебап оқу іс-әрекеттерін, яғни тұлғалық, реттеуші, коммуникативтік танымдық оқу, жалпы пайдаланушылық акты қазіргі кездегі акты құзыреттілігін зерттеу және жобалаудың қызметінің тәжірибесін, ақпаратпен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Ал жеке нәтижелер оқушылар өз-өзін дамытуға, дайындауға қабілетін арттыру, қызметтерін ынталандыру және де осы қызметтің табыстық критерийлері негізінде өзін-өзі бағалау болып табылады. Мета пәндік нәтижелер бойынша, яғни өмірлік жағдайларда шығармашылық мәселелерді шешу, жолдарын игеру және де мақсат қою дағдыларын қалыптастыру, шығармашылық жұмысын құру. Осы мақсатта, яғни өздерінің арнайы жоспарларына жету, жұмыс барысында көрнекі динамикалық объектілерді табылады. Алынған шығармашылық өнім бағалау және оны бастапқы дизайнмен байланыстыру, түзету қажеттілігі бойынша дизайнды орындау. Келесі ақпараттық әдістемелік бөлімде мен жалпы авторлық бағдарламада бағалау жүйесінің негізгі мақсаты элективті курсының білім сапасын арттыру болып табылады. Қазіргі заманғы білім сапасына сай, ол білім алушының келешектегі өзінің әртүрлі жеке мәселелерін шешу және де қажетті құзыреттіліктерін қалыптастыру болып табылады. Және де білім берудің мақсаты мен мазмұнына сәйкес нақты анықталған критерийлер бойынша негізделген үрдіс, яғни әділ әрі жүйелі бағалау арқылы мынадай нәтижеге қол жеткізе аламыз.
яғни оқу үдерісінің әрбір кезеңінде оқушының дайындық деңгейін анықтау, бағдарламасына сәйкес мақсатқа жету, нәтижелерін жетістіктерін оқушылардың өздерінің талдауы, яғни әрбір оқушының және де әрбір оқушының жеке даму траекториясын бақылау, оқу бағдарламасын меңгеру, ол жердегі олқылықтарды жою үшін оқушыларды ынталандыру, оқу бағдарламасының тиімділігін бақылау, және оқушының тұлғалық бағытын белсенді позицияға бағыттау, және де тұлғаның өзіндік жауапкершілік, тұғырлы нәтижеге бағытқа жеткізу элективті курсының Осыны апай, тұра тұрыңызшы. Құрметті әріптестер, дауысын басып қойсаңыздаршы өшіріп. Кімдікі қосылып тұр? Дауысын өшіріп. Жалғастыра беріңіз, Ұлбосын апай. тұлғаны өзіндік жауапкершілікке, тұғырлы нәтижеге бағытқа жеткізу. Жалпы менің элективті курсымның нәтижеге бағалау арқылы нәтижеге қол жеткізе аламыз элективті курсымда. Мейрамгүл деген дауысын басыңызшы. Келесі, яғни мазмұндық бөлімі, элективті курстың бағдарламаның мазмұны үшті сурет салуға зерттелген бөлімдер. Бұл жерде сағатқа бөліп қарастырғанмын. Технологиясына жалпы кіріспе, ол жерде неде модельдеу технологиясы, модельдеу және жобалау бөліп қарастырдым. Ең бірінші бөлімде үшті технологиясына кіріспе, яғни 10 сағатқа бөлінген. Үшті технологиясының жалпы құру туралы оған тарихына тоқталамыз. Және де қолдану жөніндегі нұсқаулық қауіпсіздік техникасымен таныстыру. Одан кейін үшті қаламмен жұмыс істеуде эскиздік графика, шаблондарды қолдану, әртүрлі формаларды қолдану, және де міндетті түрде ол жерде практикалық жұмыс беріледі, яғни трафарет бойынша жалпақ фигура жасау арқылы практикалық жұмыс қарастырылған. Келесі екінші бөлімде модельдеу технологиясы, яғни ол 9 сағатқа бөліп қарастырылған, яғни ол жерде біз жәндіктер және де велосипед, ашық қолшатыр практикалық жұмыстарын қарастырып өттік. Сосын барып өткен материалдарды міндетті түрде қайталау және бекіту болып табылады. Үшіншісі бізде жобалау 6 сағатқа бөлінген. Яғни авторлық модельдерді құру, еркін тақырыптағы балаларға тапсырмалар беріледі, және де авторлық модельдерді құру бойынша өзіндік жұмыс. Келесі ең соңғы бөлім бізде 3D принтерлар 5 сағатқа бөлінген. Жалпы принтерлардың шығу тарихы қазіргі кезде бізде арнайы тереңдетілген мектептерде бір ғана емес, бірнеше принтерлардың түрі беріледі. 3D принтер, оның қолданылатын ол жерде жаңағы құралдарын немен жасауға болады, материалдары қандай екені ашық жазылған, яғни кеңінен жазылған. Яғни қазіргі кезде біздің 3D принтерларда, мысал үшін айтып өтетін болсақ, пла деген кәдімгі жіп сияқты материалдар арқылы, оны ерту арқылы жаңағы біздің берілген құралдарды құйып жасай аламыз. Сол туралы мәліметтер жазылған, және де көп реактивті модельдеу әдісі. Ең соңғысы бізде қорытынды сабақ, ол 1 сағатқа бөлінген. Ол жерде біз көрме және де өзіміздің жасалған модельдерді көрсету арқылы қорғай аламыз. Элективті бағдарламам осыдан тұрады. Жалпы назарларыңызға рахмет. Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Мен Алматы қаласы Алмалы ауданы номер 167 жалпы білім беретін мектептің физика пәнінің мұғалімі Теңізбаева Маржангүл Жакияновна. Менің авторлық бағдарламамның тақырыбы электродинамика негіздері. 11-ші сынып оқушыларына арналған, аптасына 1 сағат, барлығы 34 сағат. Бұл авторлық бағдарламамның келесі бет ашылды ма? Электродинамикаға негіздері деп алған тарауым
Өздеріңіз жақсы білесіздер, электродинамика бұл электр зарядтарының және онымен байланысты электр және магнит өрістерінің өзара әрекеттесуін зерттейтін физиканың негізгі саласы. Физиканың бұл бөлімі қазіргі заманға электроника, энергетика және байланыстың негізінде жатқан көптеген табиғи құбылыстар мен технологиялық процестерді түсінуге негіз болады. Электродинамиканы зерттеу жүйелі ғылыми дүниетанымның қалыптасуына ықпал етеді және физика мен инженерлік пәндерді одан әрі тереңдетіп оқуға негіз болады. Электродинамика негіздері курсының өзектілігі, оның сымсыз байланыс, электронды құрылғылар мен энергия беру жүйелерін қоса алғанда заманауи технологияларды дамытудағы негізгі рөліне байланысты. Сонымен қатар электродинамика, кванттық электродинамиканы, оптиканы, плазма физикасын және физиканың басқа салаларын зерттеудің негізі болып табылады. Бұл оны жаратылыстану және техникалық ғылымдар саласындағы білім беру бағдарламасының ажырамас бөлігі. Бұл курстың өзектілігі мен мақсаты. Өзектілігіне тоқталатын болсақ, бүгінгі таңда компьютерді пайдаланбай білім беру процесін елестету қиын. Компьютерлік сауаттылық дағдылары бүгінде кез келген қызметкерлерге ие болу керек. Білім беру процесінде компьютерлер жоғары тиімділікпен қолданылады, алайда бүгінгі таңда ақпараттық технологиялардың мүмкіндіктері мектепте оқытуда жеткіліксіз жүзеге асырылуда. Сабақта мектептерде оқу бағдарламалары, виртуалды зертханалар сирек қолданылады. Қазіргі білім беру процесінде электронды оқытуды қолданудың өзектілігіне сүйене отырып, біздің жұмысымыздың мақсаты физиканы атап айтқанда электродинамика бөлімін зерттеуге арналған оқу бағдарламасы таңдалды. Курс 11 сынып оқушыларына арналған 34 сағатқа есептелген электродинамика бөлімін игеру бойынша оқушыларды даярлауды жетілдіруді көздейді. Мақсаты оқу іс-әрекеті барысында оқушылардың өзін-өзі жүзеге асыруы үшін жағдай жасау, физикаға қызығушылықты дамыту және физикалық есептерді шешу, электродинамикаға байланысты мәселелер бойынша оқушылардың танымдық қызығушылығын, ұмтылысын кеңейту, физиканың осы бөлімінде алған білімдері мен дағдыларын жетілдіру. Курстың міндеттері: білімді кеңейту, электродинамика бөлімінің негізгі ұғымдарын, заңдылықтарын білудегі білімді кеңейту және тереңдету. Дағдыларды игеру, қарапайым электр тізбектерін есептеуді құрастыруды және оларды сынауды, орындаудың практикалық дағдыларын игеру. Физикалық принциптер оқушыларды электротехникалық аспаптармен, құрылғылардың физикалық принциптерімен таныстыру. Бағдарламамыздың жаңалығы: терең зерттеу, электр және магниттік өрістер, электромагниттік толқындардың табиғаты мен таралуын егжей-тегжейлі қарастыру. Пәнаралық байланыс, математика, информатика, химия және биологиямен байланыс. Дайындық: университет тақырыптарымен ерте танысу, олимпиадалар мен ғылыми конкурстарға дайындық. Сабақтарды өткізу түрлері: дәрістер, пікірталастар, мәселелерді шешу, эксперименттік зерттеулер, тест пен жұмыс, шығармашылық тапсырмалар. Енді бұл курстан күтілетін нәтижеміз пәндік құзыреттілік, коммуникативтік құзыреттілік, әлеуметтік құзыреттілік, өзін-өзі дамыту құзыреті. Физика ғылымының мәнін жалпы түсіну, өз көзқарасын сауатты жеткізе білу, топтық қызметте өзара әрекеттесу, дағдыларын дамыту, өзін-өзі тәрбиелеу және практикалық өмірлік міндеттерді шешу. Оқушылардың дағдыларына қойылатын талаптар: оқушылардың істей алуы қажет, яғни ток күшін, кернеуді, кедергіні өлшеу, білу, амперметр, вольтметр, өлшеу шектерін кеңейту, электр тізбектерін жасау. Оқушылардың білуіне қажетті бұл курста тұрақты және айнымалы ток туралы түсініктер, электр схемалар орындау ережелері, Кулон заңы, Джоуль-Ленц оhm заңдарын білу. Енді бұл жерде бағалау жүйесіне келетін болсақ, критериалды бағалау, яғни максималды деңгей, білу және түсінуге 4 балл, зерттеуге 3, жоспарлауға 3, жиынтығы 10 балл деп. Бағалау жүйесінің негізгі мақсаты білім сапасын арттыру, әділ әрі жүйелі бағалау арқылы білім мен дағды деңгейін анықтау, оқушыларды ынталандыру, кері байланыс беру және бұл жерде емтиханға да дайындық. Бұл курста оқу тақырыптық жоспар бар және бірінші кіріспе сабақ, электр қондырғылары және қауіпсіздік техникасы,
электростатика, тұрақты ток заңдары, электромагнетизм, электромагниттік индукция, айнымалы ток, электр машиналары, трансформаторлар. Бұл тақырыпты алғандағымыз қазіргі таңда оқушылар осы ұлттық бірыңғай тест тапсырған кезде бөлім бойынша келгенде осы электродинамика бөлімдері өте көп келіп жатыр деп оқушылардан сұраныс түсіп жатады. Схемалар, сызбалар, соған байланысты осы бөлімді алып отырмыз. Қорытындылай келе, электродинамика негіздері курсы оқушылардың физика және инженерия саласындағы білімдерін кеңейтуге және тереңдетуге бағытталған. Курс заманауи технологияларды қолдану, пәнаралық байланыс және білімді практикалық қолдануға бағдарлау арқылы қазіргі білім беру бағдарламасының маңызды элементіне айналады. Өздеріңіз жақсы білесіздер, қазіргі таңда оқушылардың көбі жаңағы физика пәнін таңдайды. Сондықтан осы электродинамика негіздері курсы оқушыларға да тиімді, пайдалы деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет. Менің авторлық бағдарламамның тақырыбы шебер қолдар. 5-6 сынып оқушыларына арналған, аптасына 1 сағат. Мен 167 жалпы білім беретін мектептің көркем еңбек пәні мұғалімі. Құлжабаева Нұрзият Советбековна. Көрініп тұр ма слайд? Слайд көрініп тұр ма? Бағдарламаның мақсаты балаларға қосымша білім беруде оқушының білімін, шеберлігін көрсету, оқушыны шығармашылық жұмысқа тарту арқылы танымдық қабілеттерін, қызығушылықтарын арттыру, жетістіктерін бағалап көрсету, белсенділігін қалыптастыру, өздігінен еңбек етуге дайындау іскерлігін дамыту. Бағдарламаның міндеті оқушыларды шығармашылыққа тарта отырып, жобаны тани білуге, 10 саусағынан өнер тамған баланы тәрбиелеу, шәкірттердің шеберлігін, білім мен еңбегін көрсету, іскерлік, икемділік қабілеттерін арттыру, ғылыми жұмыстарға, көрмелерге қатыстыру. Бағдарламаның жаңалығы, бағдарлама біртұтас этникалық, мәдени, тарихи және әлеуметтік педагогикалық құбылыс ретінде қазақ халқының сәндік қолданбалы өнерінің дамытушылық тұстарын көрсетеді. Осыған сүйене отырып, бағдарлама мектеп оқушыларының эстетикалық тәрбиесіне негізделген. Мәдени дәстүрге және инновациялық бағытқа сүйенуді біріктіреді. Сабақтардың өткізу түрлері сарамандық сабақ, пікірталас, әңгімелесу, талдау сабағы, теориялық білім беру, машықтық, жеке, топтық түрінде, технологиялық нұсқау карталары арқылы, үлгі суреттер арқылы, бұйымдар арқылы орындалу жүзеге асырылады. Күтілетін нәтижелер: бірінші, моториканы және үйлестіруді дамытады. Оқушылар әртүрлі құралдар мен материалдармен жұмысты меңгеру арқылы ұсақ моториканы жетілдіре алады. Дәл және ұқыпты жұмыс жасау үшін қажетті қимылдарды үйлестіру дамиды. Екінші, материалдармен жұмыс істеу дағдыларын игеру. Балалар ағаш, мата, қағаз және басқалар сияқты әртүрлі материалдарды ажырата білуге және қолдануға үйренеді. Материалдарды өңдеудің негізгі әдістерін игереді. Кеседі, тігеді, желімдейді және тағы басқа әдістерді қолданады. Үшінші, шығармашылық дамытады. Шығармашылықтарын өз қол өнерімен жобаларын жасау арқылы шығармашылық ойлауды дамытады. Шығармашылық мәселелерді шешу және жаңа идеяларды әзірлеу үшін білімді қолдану мүмкіндігін қарастырады. Төртінші, жауапкершілік пен шыдамдылықты қалыптастырады. Оқушылар шыдамдылық пен егжей-тегжейге назар аудара отырып, жобаларды жоспарлауды және аяқтауды үйренеді. Өз жұмысы үшін жауапкершілік сезімін тәрбиелеу және басқалардың еңбегін құрметтей алады. Бесінші, командамен жұмыс істей алады. Топтық жобаларды орындау кезінде ұжымдық жұмыс дағдыларын дамытады. Орталық жобаларды құру процесінде тиімді өзара іс-қимыл және ынтымақтастық қабілетін дамытады. Алтыншы, білімді практикалық қолдана алады. Алынған білім мен дағдыларды күнделікті өмірде қолдану мүмкіндігі, мысалы, ұсақ заттарды жөндейді,
сыйлықтар жасап бір-біріне сыйлайды. Қол еңбегінің маңыздылығын түсіну және заттарды өндіруге және жасауға байланысты мамандықтарды құрметтеп және мамандықтарды таңдай алады екен. Міне оқушылардың білім деңгейлерін мына шкала бойынша бағалауға айналдырады. Оны өздеріңіз білесіздер, иә? Оқушылар істей білу қажет критериялар. А критериялар жұмыс істеу барысында құрал жабдықтар мен қауіпсіздік ережелерін сақтайды. Ою өрнек дегеніміз не? Оның функциялары мен сәндік қолданбалы өнердегі рөлін біледі. Әртүрлі өрнектерді геометриялық, өсімдік, зооморфтық және тағы басқа анықтай алу. Әртүрлі дәстүрлер мен өркениеттегі ою өрнектердің мәдени маңызын білу. Үлгілерді салу, өлшемдерді есепке алу және белдемше үшін дәл үлгіні жасау қағидаларын меңгеру. Үлгілерді салу, өлшемдерді есепке алу және дәлдеп үлгіні жасау. Маталардың сипаттамаларын және олардың қасиеттерін білу. Б критериялар матаның қажетті мөлшерін есептей білу және қалдықтарды азайту үшін үлгіні матаға дұрыс орналастыру. Үлгіні орналастыру ережелерін қайшымен немесе кескіш пышақпен жұмыс істеуді және матаны дұрыс бекітуді қоса алғанда матаны кесу әдістерін меңгеру. Мата қиындыларынан түрлі қиықтар тігіп үйренеді. Құрақ қиындыларын әзірлеуді мата түстерін таңдай білу. С критерийда дайын үлгіні пайдаланып, қиюды дұрыс біріктіріп үйрену. Ыстыққа төзімді маталар, силикон былғары сияқты аспаздық қолғаптар үшін қолданылатын әртүрлі маталар мен материалдарды білу. Д критерий жылу, оқшаулау, беріктік және гигиена сияқты осы материалдардың қасиеттерін түсіну. Тігін машиналарын, қайшыларды, инелерді, жіптерді қоса алғанда тігін құралдарымен жұмыс жасай алу. Бұл құралдарды дұрыс пайдалану және күту мүмкіндігін білу. Жөн, жібек, зығыр мата, мақта және арнайы әшекейленген маталар сияқты ұлттық киімге қолданылатын әртүрлі маталарды білу. Ұлттық киімге арналған үлгілерді өлшеу және салу әдістерін, соның ішінде кесу ерекшеліктерін білу. Қоржынның өлшемдері мен пішініне сәйкес келетін үлгілерді жасау үшін дәл өлшеу дағдыларын игеру. Қоржынның сызбасын сызып, пішіп, ойлап тігу. Е критерий инелерге ilmekтерді дұрыс теру. Алдыңғы және артқы ilmектер шұлық тоқудың негізі болып табылатын алдыңғы және артқы ilmekтерді қалай жасауға болатынын меңгеру. В критерий, F критерий тігін машинасының түрлерін ажырату, инені, орауышты және жіптерді қалай дұрыс орнатуға және реттеуді білу. Жоғары сапалы тігістерге қол жеткізу үшін үстіңгі және астыңғы жіптердің керілуін реттеу. Матаның тығыздығын, серпімділігін және құрылымын ескере отырып таңдау. Түзу, зигзаг белгілеу және сәндік тігістер сияқты негізгі тігістерді орындау дағдылары. Әртүрлі тапсырмалар орындау үшін әртүрлі тігістерді қолданылуын түсіну. Тұрақтылық мазмұндық бөлімі бірінші. Кіріспе сабақ 1 сағатқа арналған техника қауіпсіздігі жайлы түсінік беру, еңбек құралдарын пайдалану жолдары. Екінші бөлім ою өрнек бастырмалар 6 сағатқа арналған ою өрнек түрлері, мата таңдау, сызбасын сызу, оюды ою, оюды матаға көктеу. Үшінші бөлім белдемше тігу сағатқа арналған. Төртінші бөлім құрақ құрау әдістері, құрақ тігу, құрақтың шетін тігу, астарлау. Бесінші бөлім қолғап тігу 3 сағатқа арналған. Аспазды қолғап тігу, қолғапты пішу. Алтыншы бөлім ұлттық киім үлгілері, қазақтың ұлттық әйелдер киімі үлгілеу, пішу, жапсырмалау. Жетінші бөлім қоржын тігу үлгілері, 8-ші бөлім шұлық тоқу. Міне осындай менің авторлық бағдарламаммен таныстыңыздар. Қорытындылай келе, осы авторлық бағдарламаны үлестіруді қолға алып, сабақтарда пайдалансақ. Назарларыңызға рахмет. Мен 167 мектептің көркемдік пәнінің мұғалімін.
Мен авторлық бағдарламамның тақырыбы стилизация, 9-шы сыныптарға арналған 34 сағат аптасына бір рет болады. Менің сабағымның мақсаты пішіні мен стилизациясына назар аударып, ою-өрнек түрлерін зерттеу, ою-өрнекті стильдеу туралы өз идеясын ұсыну. Ою-өрнек қазақ халқының мәдениетінің ажырамас бөлігі. Ою-өрнектің стилизациясы оны заманауи дизайнға бейімдеу. Сабақ баяндамамның несі өзектілігі қолөнер және дизайн туындыларын 2D дағдысына салатын болады. Уақыт кезеңдеріне және өнердің түрлі ағымдарын модерн, классицизм және ұлттық стильдерде пайдаланатын дағдыларын қолданатын болады. Мына жерде енді стилизация дегеніміз не дегеніміз, ол дәстүрлі элементтердің ықшамдалып заманауи көркемдік стильге бейімделуі. Дизайнда сәнді архитектурада қолданылуы. Жерде өздеріңіз көріп отырғандай, мына құс бейнесін стилизация арқылы ою-өрнекке айландырған, және адам бейнесінде стилизация арқылы ою-өрнекке айландырып жіберуге болады екен. Өздеріңіз білетіндей, барлық көркемдік пән мұғалімдері ою-өрнектің түрлері болады. Өздеріңіз білетіндей, геометриялық, зооморфтық, өсімдік тектес және космогоналалық өрнектің түрлері бар. Енді біздің ата-әжелеріміз барлығын ойдан шығарған жоқ, барлығын табиғаттан алып отырды, жан-жануарлар айналамыздағы жәндіктерден алып отырды, өсімдіктерден алып отырды. Сонымен бірге күнделікті пайдаланатын заттардан да ою-өрнектерді қарап, соны стилизация түрінде айландырып отырды. Геометриялық ою-өрнектерді көбінесе қиыршық шаршылар, едектер, үшбұрыштар және көпбұрыштар құрайды. Қазақ ою-өрнегінің геометриялық нақышы көшпелі қазақтарға грек математика Пифагордың заңдары мен нақты сандардың белгілі болғанын көрсетеді. Өйткені біздің ата-бабаларымыз тек көшіп қана қоймай, сонымен қатар ірі қалаларда өмір сүрген. Тағы бір ойымыздың түрі ол зооморфтық, жаңағы жан-жануарларға байланысты ою-өрнек. Олар көбінесе кебеже, жүк-аяқ, әбдіре, асатал сияқты тұрмыстық бұйымдар әшекейінде жиі кездеседі. Аталған ою-өрнектер кебеже бүйірде көбінесе тігінен бедерленіп, бос жерлерін толықтырған, ал төсектің жан нағашы белгілі бір ырғақпен түгелдерлік өрнектелген. Келесі ойымыздың түрі бұл жаңа өсімдіктерге қарай стилизация түрінде жасап отырған өсімдік тектес оюларға қазақтың қолданбалы шығармашылығында лайықты орын алады. Олар жапырақтар, жапырақшалар, үш жапырақты өсімдіктер, бүршіктер және гүлдер. Мысалы, гүл өрнегі гүлдердің барлық түрінің символы. Шебер әйелдер киім-кешектерді әшекейлеуде өсімдікті өрнектерді жиі қолданылады. Космологиялық ою-өрнектер, ғарышқа байланысты ою-өрнектер, ол үй жиһаздарының орта тұсында және жиектерінде бедерленген. Мәселен, күн бейнесі оның шұғыласы, ағаш бұйымдарының ортасында шеңбер түрінде бедерленсе, ал ай бейнесі көбінесе қыз жасауларында жаңа ай күнінде өрнектеледі екен. Жерде суретке қарап отырғаныңызда, мысалы, құстың бейнесі арқылы стилизация түрінде осындай ою өрнегі стилизация түрінде жасап шығаруға болады екен. Және жан-жануарларға байланысты да ою өрнектер шығарып отырған. Мысалы, мына жыланның бейнесінен осындай ою өрнек шығарылған. Ал мына баранин деген ою өрнектің несін өздеріңіз білесіздер, қошқардың мүйізіне қарай ою өрнекті шығарып отырған. Қазір келесі неміз. Енді стилизацияның әдістері ол тек қана ою-өрнекпен ғана емес, сонымен бірге абстракциялау, қарапайымдау, симметрия және асимметрияны қолдану, түстерді жаңаша үйлестіру түрімен стилизация әдістерін жасауға болады. Енді неміз құстарға қарай Беларусь, Украин халықтары да өздерінің киім-кешектерінде, төсек жапқыштарында жаңа құстарды, аңдарды стилизация түрінде айландырып, күнделікті тұрмыстарында пайдаланып отырған. Сонымен бірге стилизацияны тағы да қай жерлерде қолданады? Мысалы, графикалық дизайн, интерьер дизайндарында, киім және аксессуарларда,
логопедтер мен брендтерде, мына жерде көріп отырғаныңыздай Apple алманы стилизация түрінде, екінші мына алма түрінде не қылған. Сонымен киімдерде Nike ма, Mercedes машинасы, осыларды стилизацияға айландырылып жасалынған. Енді орта келгенде стилизация деп түсінетін болсақ, ол қажетсіз белгілерді алшақтату, ең қажетті белгілерге көңіл аудару. Бір кескіннен әртүрлі ою-өрнек жасауға болады. Содан соң мотивті қайталай отырып, өзінді қайталанбас ою-өрнек жасалады. Көркем биіктен ғана емес, басқа да оқу пәндерінен ұлттық сәндік ою-өрнектердің пайда болу тамыры ғасырлар тереңінде жатқаны туралы ақпаратпен танысады. Сәндік ою-өрнек белгілі бір уақыттың, халықтың, елдің сәндік қолданбалы өнер туындысына немесе көркем туындысына тән белгі болып табылады. Оқушылар ою-өрнектің геометриялық, өсімдік және жан-жануарлар мотивінің белгілі бір сәндік элементтердің ритмикалық қайталануына тұратын өрнек екендігі және олар әртүрлі заттарды көркемдеуге арналғанын біледі. Сіздерге рахмет. Ал әріптестер, бүгінгі біздің мұғалімдеріміз, әріптестеріміздің бәрі өз бағдарламаларын таныстырып шықты сіздерге. Енді сіздерден пікірлер болса? Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгін өте құнды пікірлер алдық деп ойлаймын. Барлықтарыңызға шығармашылық табыс тілеймін. Мен Сатып Ақмарал Сатбекқызының бағдарламасы бойынша өзімнің пікірімді білдіре кетсем, мен өзімде Медеу ауданы 19-шы мектепте қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі болып қызмет атқарамын. Сатып Ақмарал Сатбекқызының бағдарламасына өзімнің пікірімді білдіре кетсем, бұл кісінің бағдарламасы оқушылардың тілдік құзыреттігін дамыта отырып, қазақ тілі мен әдебиеті пәнін құрметтеуді, оған деген қызығушылықты арттыруды көздейді деп ойлаймын. Бұл кісінің Сатып Ақмарал Сатбекқызының ұсынып отырған тапсырмалары оқушыларды күнделікті өмірге жақын, жеңіл меңгеруге болатын және қазақ тілінде қарапайым қарым-қатынас жасауға бейімделген деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет. Рахмет. Қай мектептенсіз? Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бүгін шынымен-ақ өте ауқымды, актуалды тақырыптар деп айтсақ та болады. Актуалды тақырыптағы әріптестеріміздің түрлі авторлық бағдарламаларымен таныстық. Мен 200-ші мектептің тарих пәнінің мұғалімі Баянбаева Гүлфия Нұрмұратқызы боламын. Мен өзімнің әріптесім 167-ші мектептегі Гүлшат Бекмұхамбетқызының тарих пәнінен жасаған ерекше бір тартымды авторлық бағдарламасымен жаңа таныстым. Бұл көші-қон мәселесі демографияға әсері туралы 20 ғасырдың екінші жартысындағы жалпы тамаша ашық тақырыпты таңдап алған екен. Тақырып бойынша өзінің бөлімдерімен, әр бөлімнің жүйелі зерттеулерімен таныстым. Шынымен-ақ бұл қазіргі таңдағы көші-қон мәселесі қоғамдағы әрбір салаға өте үлкен әсерін тигізіп жатқандығын, соны мына жалпы жоғарғы сынып оқушыларына ашық тұрған жақсы тақырыптарды қоғамның әр саласына тигізетін әсерін жеке жіктеп, жүйелі түрде бағдарламаны жинақтағанына көзім жетті. Жаңа жалпы бұл әріптес үнемі өзі ізденісте, педагогикалық ізденісте жүретіндігін тағы бір қырынан көріп жатырмын. Жүйелі жасалған бағдарламаны балаларға бұл танымдық ой өрісін арттырады деп ойлаймын. Және бұл бүгінгі таңдағы өзекті мәселелердің бірі, бұл бағдарлама қолданысқа ілінеді деп, алынады деп сенімдемін. Әріптестер, барлықтарыңызға рахмет. Шығармашылықтарыңызды кеңейтіп, осы мәңгілік елдің іргесін қалайтын ұрпақ тәрбиесіндегі шығармашылық ізденістеріңізге сәттілік тілеймін. Рахмет. Рахмет. Ал енді
Мен бүгін барлық семинардың басынан аяғына дейін тыңдап отырмын. Өзім Бостандық ауданы 138 гимназияның мұғалімі боламын. Енді сіздерге 167 гимназияның ұжымына осындай жоғарғы деңгейде өткізген семинарларыңызға көп рахмет. Семинар өте жоғары деңгейде өтті деп есептеймін. Себебі көптеген құнды ақпараттарды алдық бүгінгі семинардан. Енді тағы мен өзім мамандығым орыс тілі пәні мұғалім болғандықтан, мен орыс тілі пәнінен этимология и словообразование Назигүл Білаловнаның тақырыбына тоқтап айтқым келіп тұр. Бұл тақырып бүгінгі таңда өте маңызды. Себебі бұл тақырып арқылы оқушыларды сыни тұрғысында ойлауды, өзара сөйлеуді, сосын орыс тілде айтады ғой, проектная деятельность деп, соған проектная деятельность соған тәрбиелеуге бағытталған. Бұл бір жағынан бұл тақырып қазіргі таңдағы бір тұтас тәрбиемен де ұштасып жатқан тақырып деп есептеймін. Қазіргі таңда авторына Назигүл Білаловнаға сәттілік тілеймін, және 167 мектепке ұжымына барлық салада нәтижелі жұмыс тілеймін. Сәтті, нәтижелі жұмыс тілеймін. Рахмет сіздерге көп-көп. Рахмет. Айтуға бола ма? Иә. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Бүгінгі семинар барлық өзінің тәжірибесімен бөлісіп жатқан әріптестерге рахмет айтамын. Соның ішінде қазақ тілі пәні мұғалімдерінің авторлық бағдарламаларына тоқталып өткім келіп тұр. Бұл жерде Шахаманова Гүлбала апайымыздың мәтінмен жұмыс тақырыбындағы осы бағдарламасы өте жүйелі құрылған. Бұл жерде әсіресе осы 9-шы сынып оқушылары бізді эссе жазуға қиналатын болса, соған дайындық ретінде де бұл курсты қарастыруға болады деп ойлаймын. Себебі жаңағы мәтінмен жұмыс жасау, оның түрлерін ажыратудан бастап барлық балалардың өзінің ойын еркін жеткізуіне қалыптастырады деп ойлаймын. Және де сонымен қатар Шормахова Балжан апайымыздың да шешендік сөздер тақырыбындағы бағдарламасы, бұл әсіресе осы бастауыш сыныптан көшкен кезде бізде 5-6 сыныптар өз ойын жеткізуге қиналып жатады ғой. Сондай сәттерде осы шешендік сөздерді, бабаларымыздан қалған сөздерді балалардың бойына сіңіру арқылы біз тек қана оларды тек сөйлеу дағдысын қалыптастырып қоймай, сонымен бірге ұлттық тәлім тәрбие беруге де қалыптастырамыз деп ойлаймын. Сондықтан да барлық әріптестерге сәттілік тілеймін. Өте жоғары деңгейдегі жақсы жобалар жасалған екен. Тек қана осылай жоғарыдан көрініп, өрлеп, өркендеп, жақсы жобалармен бізді қуанта беріңіздер. Сіздерге көп рахмет, мен қажет көп деген ақпараттар алдым. Рахмет. Көп рахмет. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер, Бердібек ағай, 167 мектеп, басқа да мектепті ұстаздар, бүгінгі семинарларыңызға үлкен рахмет. Мен өзім тарих ретінде, тарихшы ретінде Гүлшат апайдың сабағында отырмын. Дүтбаева Назигүл апайдікін, Шормахова Балжандікін, біраз ұстаздардікін көрдім. Өте тамаша жасалған екенсіздер бағдарламаңызға. Сіздердің бәріңізге сәттілік, рахмет осындай семинар ұйымдастырып шақырғандарыңызға. Бәріңізге ақ жол. Көп рахмет сіздер. Қайырлы күн әріптестер. Бүгінгі мынау авторлық бағдарламалардың таныстырылымдары өте жақсы деңгейде өтті. Өзімізге керек көптеген ақпараттар алдық. 167 мектептің мұғалімі Гүлбала апайдың мынау мәтін талдаудағы жүргізген талдау таныстырылымы өте тамаша болды. Әрқайсымызға сәттілік тілеймін. Рахмет баршаңызға. Гүлшат апай, бағдарламаңыз өте жүйелі құрылған екен. Сізге көп рахмет. Балалар бұл бағдарламаны оқу арқылы жалпы өткен тарихты бүгінмен байланыстырып, статистикалармен жұмыс істеп, түрлі әдіс тәсілдермен жұмыс істеп, өте құнды курс болатынына сенімдіміз. Сізге шығармашылық табыс тілейміз. Рахмет. Рахмет сізге. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Құрметті әріптестер, енді міне қазір көріп, бәрілеріңіз қарап отырсыздар, көріп, мына тыңдай отырып, мына Paygame программасы, бұл Python тілінде графиктік анимациялар мен ойындар жасауға арналған қуатты және кеңінен қолданылатын кітапхана. Жалпы ол ойындар мен мультимедиалық қосымшалар жасау үшін өте ыңғайлы. Енді оны Нұрсұлу өзіңіз айтып та кеттіңіз.
ойын жасаушылар мен бағдарламаушылар үшін керемет құрал. Жалпы егер жақсы осы программамен жүргізіліп отырылса, күшті керемет питонның күшті мүмкіндіктерімен интеграцияланады. Енді осы кітапхананың артықшылықтарын да айтып жатсыз, қарапайымдылық және қолжетімділік екен. Бұл оқушыларға өте керекті, қажетті программа деп ойлаймын. Мынау программаңыз маған ұнады. Болашақта егер бекітіліп жатса, мына программаңызды біз мектебімізге алып оқытуға ниет білдіреміз. Рахмет. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Міне бүгінгі жасалып жатқан вебинар жаңағы өте оқушыларға білім беруде жақсы құрылған бағдарлама деп бүгін түсініп отырмын. Тәжірибе таратқаныңызға көп рахмет. Енді оқушылардың жан-жақты дамуына, қосымша білім алуына керемет жасалынған, құрылған бағдарлама екен. Жаңа Гүлжан Сауытовна айтқандай, жаңа бекітіліп жатса, үлкен нұр үстіне нұр болар еді деп ойлаймын. Енді ісіңізге сәттілік тілеймін. Ал әріптестер, енді басқа айтушылар жоқ шығар енді. Рахмет барлықтарыңызға. Бүгінгі вебинарымызға қатысқандарыңызға шын жүректен алғыс айтамыз. Барлықтарыңызға сәттілік. Жақсы, сау болыңыздар.